достар, біздің қазақ домбыра парақшамызға, домбыра үйрену парақшасына қош келіпсіздер. Бүгінгі сабағымызда біз көптен күткен, көпшілігіңіз сұрап жүрген ерке сылқым күйін үйренетін боламыз. Жалпы ерке сылқым күйін толық нұсқасын тыңдағыларыңыз келсе, екі дауыста осы астында сілтеме бар, сол жерден тыңдай аласыздар. Ал бүгінгі сабағымызда біз бірінші бөлімін, яғни ерке сылқым күйін біз 3 бөлімге бөліп аламыз. Соның бүгін біз бірінші күйімізді үйренуді бастаймыз. Ең бірінші бізде ол ашық. Яғни осы бірінші бөлімді тарттым, осы бөлімді үйреніп бастаймыз. Ең бірінші бізде ол бірінші тактымыз, бірінші қатарымыз, яғни біз санмен барлығы көрсетілген астында, сонымен жазсаңыздар болады. Енді ең бірінші тактымыз бізде ол 0-0, яғни екеуде астыңғы шегімізде біздің, үстіңгі шегімізде ашық. Және де 3 қағыс алма кезек болады. Және де үстіңгі шекте 8-ші пернен басып жоғары тартамыз, 2 қағыс. Яғни бізде 5 қағысымыз бір тактте бірдей болу керек, ол мынандай такт бізде. Бұл бізде біріншісі. Келесі бізде 0-0, тағы да 3 рет, және 7-7. Барлығымыз бас бармақтың көмегімен аламыз. Келесі бізде 0-0, 3 рет және 10. Келесі 0-0-8 қайтадан жоғары. Одан кейін 0-0-7 қайтадан. Келесі бізде 0-0-8 қайтадан. Одан кейін қайтадан 0-0-7. Және де келесі бұл жерде бізде қағысымыз өзгереді. Яғни 2 төмен, 2 жоғары қағысқа өзгереді. Яғни ол жерден 0-1 қағысы төмен ашық. Одан кейін үстіңгі шектегі 5-ті басамыз, жабық. Бұл да төмен. Және де 2 рет жоғары тартамыз. Яғни қосқан кезде 0-5-5-5 болады. Енді 5-ші пернені ұстап тұрамыз. Үстіңгі шекте бас бармақпен, астыңғы шегімізде 7-ші пернені басатын боламыз. Келесі такттерде. Бірінші 5, одан кейін 7-ні ұстаймыз, төмен, жоғары. Яғни осы 2 тактыны қосайғанда 0-5-5-5-5-7-7-7. Ары қарай бізде 3 қағыс, яғни төмен, жоғары. Келесі бізде қайтадан 5 қағысымызды тартатын боламыз. Ол парапам, пам-пам, алма кезек, жоғары. Және де қайтадан 3 қағыс тартамыз, төмен, жоғары. Және де осы 7-5-те тұрып, тағы да 5 қағыс қағамыз. Енді келесі бізде, келесі тактымыз ол 7-де тұрамыз, 2 рет тартамыз. Төмен, жоғары, және 3-5-ке ауысамыз, жоғары қағыспен. Енді осының барлығын бірге қосып көрейік. 0-5-5-5. Келесі тағы да 7-5 ұстаймыз. Келесі тактымыз біздің 5 қағыс қағамыз. Және де тағы да 7 төмен, жоғары, және 3-ке ауысамыз, жоғары. Келесі бізде ол 5-5, яғни үстінде бас бармақты, астында 2-ші саусақпен 5-ті ұстаймыз. Алма кезек 5 қағыс, алма кезек, жоғары. Одан кейін тағы да 5 төмен, жоғары, және 3-ке ауысамыз. Яғни осыны тағы да қайталаймыз, яғни 5-5. 2 рет қайталадық, және де тағы да 7-5-ке келіп, осы жерде 5 қағысымыз қағамыз. Және оның 5-ші қағысы бізде 5-5-ші пернеге ауысатын болады. Және де келесі бізде 3-5, 3 қағыс қағамыз. Осымен бізде осы жерге дейін бір қосып алайық. 0.
пернені ұстаймыз, үстіңгі шекте 0 ашық. 2 төмен, және 0-ден ашық, ол да төмен. Және 2-ні қайтадан ұстап, 2 рет жоғары қағыс ойнаймыз. Яғни қосқан кезде 4 қағысымыз бірде ойналу керек. 2, 0, 2, 2, және келесі 3 қағыс төмен, жоғары. Деп қосып аламыз. Келесі бізде 2-нің өзі төмен, және 3-те 3. Бас бармақ 3 астында екінші созақпен тоже үшінші пернені аламыз бірге. 2, 3, 5-те 5-ке бірге түсеміз, жоғары, және астыңғы шекте 7-ге ауысамыз. Одан кейін келесі бізде 3-те 5, төмен, жоғары. Келесі қайтадан 7-те 5, 5 қағыс, және 5-шісі 5-те 5-ке ауысады. Және екінші пернеге үстіге қарай секіреміз. Екінші пернеге үсті ашық. 3 рет. Төмен, жоғары. Келесі бізде 2-ні басып тұрамыз. 2, одан кейін 5-те 3. Яғни астыңғы шекте 5 бұл жерде, үстіңгі шекте 3-ші пернені басамыз. Төмен, және 3-те 3 жоғары, және 2-нің өзі үсті ашық. 2, және бас бармағымызбен 5-ші пернені басып, 3 қағыс қағамыз, төмен, жоғары, және алма кезек 5 қағыс ойнаймыз. Және тағы да 3 қағыс. Осы жерге дейін енді қосып көрейік, басынан бастап. Бірінші бөлімнің өзін 2-ге бөліп. Сол кезде үйрену оңайырақ болады. Келесі бізде ол 7-де және үстіңгі шекте 8-ші перне. 7-де 8-ді ұстаймыз, және де кеттік тартамыз. Төмен, келесі 8-де 8, төмен, және астыңғы шекте 10, жоғары. Ал үстіңгі шек тұра береді 8-де, одан жылжымаймыз. 4 қағыс тарттық, енді осы 10-да 8-де тұрып, біз 3 қағыс ойнаймыз, одан кейін 5 қағыс ойнаймыз, және тағы да 3 қағыс ойнаймыз. Бұл жерде біз 3 қағысты, 5 қағысты біз бөлек-бөлек жаттап дайындап алсақ, бізге оңайырақ болады үйрену. Енді қосып көрейік. 7, 8, 5, 3 қағыс соңында ойналды. Енді келесі бізде қайтадан 7-де 8, 7-8 ұстаймыз, төмен, және енді 10-ға сразу өтеміз. Төмен, жоғары, және қайтадан 3 қағыс осы жерде ойнаймыз. Енді келесі бізде қайтадан 7-де 8-ге келеміз, төмен, одан кейін 8-де 8, төмен, және 10-да 10-ға осы 2 саусағымызбен бірге жылжимыз, жоғары, және астыңғы шекте 12. Яғни 4 қағыс қосамыз. 7, 8, 10, 12. Және 3 қағыс қағамыз тағы төмен, жоғары. Алма кезек 5 қағыс. Және тағы да 3 қағыс. Келесі бізде 10 үстінде тұра береді, астында 8-ге ауысамыз. 8, 12, төмен, жоғары. 4 қағыс. 8, 12, жоғары. Келесі бізде 8-де 8 бірдей ұстаймыз, төмен, және астыңғы шекте 10-ға ауысамыз, төмен. Және келесінде біз 10-да 10-ға ауысамыз, жоғары. Яғни бұлай 8-де 8 ұстап тұрамыз, төмен, жоғары. Келесі қайтадан 8-де 8-ге келіп, төмен, жоғары 3 рет тартамыз. Келесі тактіміз біздің ол 7-де 7-ні ұстаймыз. 7-де 7-ні ұстап, 3 қағыс қағамыз, алма кезек. Одан кейін 5-де 7 жоғары, және 8-де 7, 3-ші саусақпен 8, үстінде 7 жоғары.
қосамыз. Келесі 7-7. 3 қағыз төмен, жоғары. Келесі 5-5. 5 және 5-7-ге ауысамыз да төмен, жоғары тартамыз. 5. 4 қағыз болады, оның үшеуі 7-5 болады. Одан кейін келесі 3-5. 3 қағыз қаламыз, төмен, жоғары. Енді келесі біз бұл жерде алдыңғы такттерде тартқан болатынбыз. Ол 2-2. Келесі 2-3-5-7-3. 7-ні 4 қағыз және соңғы 5 қағыз 5-ке ауысады. Және 2-ке секіреміз. Және 2-3-5. Астында 5, үстінде 3. Төмен 3-3 жоғары. Және 2-3 жоғары. Және үстіңгі шекте 5-ке ауысамыз. Осы жерде біз 3 қағыз ойнаймыз. 5 қағыз одан кейін. Және де тағы 3 қағыз. Енді осы бірінші бөлімнің өзіндегі екінші бөлімін 7-8-ден бастап соны бірге қосайық енді. Бірінші бөліміміз еркес тақымынан аяқталды.